Barşаңызға қайырлы күн. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге попкорн жасайтын боламын. Сковородкамды отқа қойып, қыздырып алдым. Газыме, яғни осыған бір ас қасықпен столовый ложка кәдімгі сұйық май, бір ас қасық маргарин қостым. Тоже кішкене қыздырып, маргарин ерігенше ертіп аласыздар. Осылай еріп болғаннан кейін попкорн, яғни жүгерімізді салам. Кішкене тұз қосасыздар. Тұз қосып, асты газ қатты болмайды. Средний қылып қоясыздар. Жайда қоймаңыздар. Өйткені попкорн қуырылу керек. 150 грамм попкорн қысаңыздар, соның өзінен үлкен көп болып шығады. Осылай майға қызған кезде попкорн жарылып, жүгеріміз, яғни жарылып попкорн болады. Крышкасын обязательно жауып қоясыздар, біреу уже шыққан кезде, өйткен себебі сыртқа неғып кетеді, шашылып кетеді попкорндарымыз. Өте күшті болып шығады. Балалар өте қатты жақсы көреді попкорнды. Попкорн барлық балалар жақсы көреді. Сол себепті сіздер де осы менің YouTube каналыма кіріп, көріп, жасасаңыздар болады. Сіздермен болған мен Динара. Егер сіздерге ұнаса, YouTube каналыма подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Өте свежий шына попкорн баға, өздеріңіз істегенден кейін қытырлап, ғырт етіп тұрады жеген кезде де. Балаларыңызды қуантыңыздар, попкорн жасап беріп, үйде домашний попкорн, бұл тәтті жүгері. Достарыңызбен, туысқандарыңызбен де бөлісіп қойсаңыздар болады. Сіздерге осындай неше түрлі рецепттермен бөлісетін боламын, яғни әрдайым менімен бірге болыңыздар.